Ассаляму алейкум. Бүгін біз қарағай бүршігі салатын дайындаймыз. Бізге 100 грамм пісірілген тауық еті қажет. Оны кішкене текшелерге кесіңіз. Содан кейін 2 пісірілген картопты ұсақтап тұраңыз. Әрі қарай маринадталған қияр 2 дана жеткілікті болады. Осылайша қайнатылған жұмыртқаларды да кесеміз. Барлығын терең ыдысқа салыңыз. Тұз және майонезбен дәмдеңіз. Бәрін жақсылап араластыруымыз керек. Екі бүршік тәріздес тегіс табаққа қасықпен салыңыз. Енді шетке қоя тұрайық. Басқа ыдысқа 100 грамм ірімшікті үкіштен өткізейік. Содан кейін бір түйір сарымсақты да ұсақтаймыз. Майонез қосып араластырыңыз. Әрі қарай біз бұл массаны салаттың үстіне жағамыз. Бадам алыңыз да бүршік тәріздес безендіріңіз. Және де шышаны еліктей отырып розмаринмен безендіре аласыз. Мінекей осындай әдемі және ерекше салат. Бұл өте дәмді болып шығады және мерекелік дастарханның басты сәніне айналады. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз.